Достар, сіздермен бірге мен мисс Балнұр, мен Әли. достар, біз жақында отырайық. Менің қолымдағы шариктерге және үстімдегі мынандай жүйедегі және де тақырыпқа байланысты бұл 24 сағат бойы тек сары түсте деп аталатын видео болмақ. Онда кеттік. Достар, біз енді не алғанымызды көрсетейік. Бізде осындай big lunch роллтың, яғни мына Әлиге, мынау маған, Әли екеуміз бірдей. Достар, менің үстімде сары және де осындай астымда розовый чёрчик деп айтайын. Енді бірақ ол ережені бұзбайды деген ойдамын. Самый главный сары бар, ал Әлиде сары жоқ, өйткені ол онша сары түстерді ұнатпайды. Сондықтан так. Міне сырты әртүрлі болған мына жерде сары және де іші де сары. Ал енді келесі зат. Бізде осындай келесі зат. Осындай сухое мороженое деп айталады біз жақта. Сіздер де жеген шығарсыздар, жемегендеріңіз болса осындай, мороженое сияқты. Келесі зат бізде осындай ішуге арналған джиги. Білетте бізде білетте осындай нені су ішпей қолдануға болатынбыз. Өте дәмді, күшті сок. Келесі осындай бізде тик-так, Маша Медведь сары түсте. Келесі бізде ол осындай M&M's сары түсте. Келесі бізде осындай миньон, осындай сары түсте. Келесі бізде осындай екі чупа-чупс, еще раз сары түсте. Менің шашым осындай черный цветтегі резинкада болғандықтан, мен оны қазір видеоның барысында ауыстыратын боламын. Осындай розовый, осындай сары резинкаға. Келесі бізде осындай екі осындай конфет, шоколад. Одан кейін бізде осындай кеше алған, арнайы видеоға алған осындай браслет, қолға тағатын, бірақ ол оранжевый түсте, бірақ сарыға ұқсайды. Келесі бізде осындай чипсы, осындай соломка. Сырты қызыл, бірақ іші сары. Ең соңғы зат, ол бізде осындай кукуруз, арты сары, бірақ іші де сары болады. Достар, достар, Әли ана жерде шариктармен ойнап жатыр, яғни сары түсті шариктармен. И мен шашымды жинап алайын деп жатырмын, қазір жинап болғаннан кейін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, міне қара түсте, так что шашымда осы бір сары резинкамен жинайық. Достар, міне шашымды сары түске буып алдым. Енді бізде сағат примерно 12 болып қалды. И ана жақта тамақ ішіп жатыр. Біз примерно қанша болды? 12:30 болыпты да того. 12:30 болды. Біз енді осындай big lunch лапшамызды ішеміз. Себебі бізде только сары тамақ ішу керек. Достар, біз таңның тамағын әлі жеген жоқпыз. Себебі мен бүгін кеш тұрдым. Кеше біз Әлимен бірге бәріміз тойға барған болатынбыз. Кешке жақын, сондықтан біз кеш үйге келдік. Примерно 2 сондай бірлерде келдік. Сосын біз әше қатты ұйықтап қалдым. Мен жаңа 11-ден 40 кетіп жатқанда тұрып, бетімді жуып, киімімді ауыстырып, осы заттарымды бәрін дайындап, сөйтіп не істедім. Уже 12 болды. 12-де мен 4-ші попыткамды жасадым. Осы 4-ші попыткам, потому что мен барлық заттарым не істеді, құлады, и мен дұрыс сөйлей алмадым. Так что осындай болды. И мен қазір тамағымыз ішіп алайық. Достар, біз big lunch жеген кезде біз әше шөлдемейміз, но бірақ су бары өте күшті деп ойлаймын. Достар, біз жатырмыз, анау не қайнағанға шейін, Және қайнайды, сосын біз барамыз, ішеміз, жейміз. Мен негізі тамақсыз жүре алам, 2-3 күн, 2 күн жүре алам. Тамақ ішпей. Так что, қарным ашып тұрған жоқ. Достар, біз жейміз. Біз осындай M&M's ішеміз. Сары түстін. Ашамыз. Вот мен жеп жатыр. Мен көк түсті алам.
сары цвет. Достар, мен барлығын осы 24 сағатында кешке 6-ға шейін ғана түсіре аламын. Себебі ары қарай біз тойға барамыз, сондықтан түсіре алмаймын ары қарай. Вот достар, әлі де сары түс жеп жатыр, мен қоңыр түсейін деп жатырмын. Достар, міне сағат уже 12:30 болып жатыр. Астана уақытымен, яғни Нұрсұлтан уақытымен 1:30. Мен Нұрсұлтан уақытымен жүретін боламын. Достар, біз уже ыстық су кипяток суды құйдық та, енді 4 минут күтеміз. Жеп болдық мусор. Енді Али айтты, осыны жейміз деп, тақыртып жейміз. Ойбай, мама қатты ғой. Достар, бұл өте қатты екен. Маған ұнаған жоқ қаттылығы. Я, Алиге ұнады қаттылығы, но маған ұнаған жоқ. Дәмі жақсылау. Жақсы былайынша. Болады алуға. Али уже 6 ма 7 ма жеп тастады. Мен 4. Үшеу алдым ғой. Я, 4 жеді. Мен қанша екен? Мен только 1-ақ жедім, потому что маған ұнаған жоқ. Достар, бұл смакты қазір тамақ ішіп болғаннан кейін, яғни роллдың жеп болғаннан кейін теледидар қарап көріп отырып жейміз. Достар, біз жейіндеп жатырық, жеп болғаннан кейін келеміз. Достар, бұл өте ашты екен. Ашы жаман. Достар, біз суын ішпейміз, яғни оның суының түсі қоңыр. Сондықтан ішпейміз. Өте ашты. Достар, біз сок ішпесек, аузымыз ашты болып кетті. Вот осындай сары түсте сок. Мені көріп тұрғандарыңыздай. Сондай кәсіп бұлай. Достар, уже біз тамақ ішіп болды. Вообще тойып кеттік. Инандай ғана қалды соктан. Ана жерде штатив тұр. Короче, сондай. И біз не жерімізді білмей атық. Sen ayттың ғой? Не? Керешки. Жоқ, әлі керешки жемейміз, потому что енді қарнымыз тойып кетті. Так что бірдеме жейміз, кішкентай нандай болсын, нандай білмеген. Сухой мороженыйлар жейміз. Вот достар, осындай менде 3, Әлиде 2. Мен. Сары. Жеп бастайық. Дәмі бананның дәміне ұқсайды. Күшті. Жақсы. Жеп болғаннан кейін келем. Достар, уже сағат 3 болып қалды. Біз жаңа телевизор көріп сөйттік. Шамалы енді уақыт қалды. Біз сағаттарды өткізіп жатырық, потому что менің памятім онша жетпейді. Достар, уже бізде 5:30 болды. Біз әлі дым жеген жоқпыз, бағанағы сәтте әлі тұрды. И біз онша жеп қоймадық, өйткені бағанағы бегланчқа, обедтегі бегланчқа әлі тойып жүріп, вообще не істемедік, дым жемедік. Только жаңағы сухой мороженый бағанағы вот мына тұр. Менде әлі осындай 1 штук бар. Әлі онша жеген жоқпын. И вот 5:30 болды, яғни 6 болды. Достар, бұл видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып және де подписаться деген қызыл кнопканы басуды ұмытпаңыздар. Себебі менің арнамда бірінші рет болсаңыз. Достар, осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі видеода осындайдың розовый цветінен жасайтын боламын, немесе қызыл. Пока.